Ойбай, Балжан Бидаштың мына сүгіретін көріп адамдар бір шошып алды. Бәрінің ойына Балжанды бұрынғы күйеуі Жахан Отарғалиев ұрып қойған ба, немесе жақында ғана танысқан жігіті ұрып қойған ба деген ой туындайды. Бірақ асығыс шешім қабылдамай, мән-жайды түсініп алған жөн болар. Бұл сүгіретті Балжан Бишімбаевтың ісіне қатысты салған түрі ғой. Конфликтті әлсіз, еркекке қатынды ұра салу оңай, өйткені әйелдің күші еркекке жетпейді. Сосын эмоциясына бой алдырып, қол көтеріп, содан еркек жеңілдеп қалады. Сосын соңында өкінеді, әйел кешіреді, сосын тағы ұру қайталанады. Иә, бес саусақ бірдей емес. Осы болып жатқан оқиғалардан соң агрессиялы жігіттер ойланады деп ойлаймын. Жақсы еркектер бар. Тек өзіңді сыйлап, өзіңді жақсы көруді ұмытпа жаным, деп жазба қалдырды. Ал сіздің ойыңыз қандай?